Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін Абай Құнанбаев атамыздың 175 жылдық мерейтойына орай ауданда, облыста жоғары көрсеткіштерге жетіп жүрген жеңімпаз атанған талантты оқушымыз Ахметбай Асылмен сұхбаттасып отырмыз. Асыл, сен Абай атамыздың қанша өлеңін жаттап білесің? Мен Абай атамыздың 210 өлең білемін, соның ішінде 7 қара сөз, 3 поэмасы бар. Осы Абай атамыздың өлеңдерін жаттағанда қандай жетістіктерге жетіп үлгердің? Абай оқуларынан біршама жетістіктерге жеттім. Бұл аудандық жетістіктерім, ауданнан алған. Облыстыққа тоқталсақ, бұл 7 сыныпта 3-ші дәрежелі диплом, облыстық 8-ші сынып 2-ші дәрежелі диплом. Ал бұл диплом болса, осы биыл өткен рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Абайдың 175 жылдығына арналған 3-ші дәрежелі диплом. Жарайсың, Асыл. Асыл, қазір ұлы Абай атамыздың бір өлеңін жатқа айтып бере аласың ба? Әрине. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса ел арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушыны тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Жетістіктердің 1% талант, 99-ы еңбек дегендей, бұл жетістіктерге жетудің барлығы көп қажырлық пен еңбекті талап етеді. Саған мұнан да ары жетістіктерге жетіп, көптеген жүлделі орын алуыңа тілектеспін. Көп рахмет.